Сәлем достар, бүгін мен сендерге ақылдылақ ертегісін мәнерлеп оқып беремін. Ақылдылақ. Бір бұзау, бір тоқтым, бір лақ. Ел көшкенде ойнап жүріп, байқаусызда жұрттан қалып қойыпты. Үшеуі тірнектеп жүріп, қос тұрғызып алыпты. Қосы бір бұлақтың қасында екен. Оның қасында зәулім бәйтерек өсіп тұрыпты. Бұлардың айдалада қалғанын естіп бір тойып алайын деген ниетпен аю үшеуін іздеп келіпті. Лақ арбандап келе жатқан аюды көреді де алдынан жүгіріп шығып қарсы алыпты. Содан қосқа естіріп келіп, есік ашып төрге шығарады. Бұлар үйге кірген кезде аю ағамыз келіп қалыпты. Не тамақ береміз? Деп сұрайды тоқтылақтан. Сонда ақлақ даусын көтеріңкіреп, басқа аюдың басын ас, соңғы аюдың төсін ас. Дым болмаса осы аюдың өзін сойып, барлық етін түгел ас депті. Оны естіп отырған аю, бұлар аюдың етін жеді екен ғой деп ойлап, орнынан атып тұрып, ай-жайға қарамай тұра қашапты. Зытып келе жатса, қарсы алдынан қасқыр кездеседі. Аюдың қылығына таңданған қасқыр: «О, аюжан, неден қашып келесің сонша?» деп сұрайды. Бұған аю айтады: «Мына белдің арғы жағындағы бұлақтың жағасында бұзау, тоқтым, лақ үшеуі тұрады. Соларды байқап көрейін деп барып ем, өзімді жеймін деген соң зорға қашып құтылдым». «Қой әрі», дейді қасқыр әлгі аюдың сөзіне күліп. «Рас, бір аюдың басын, бір аюдың төсін жейміз деп дауласып жатқанда мен қаша жөнелдім. Ендеше жүр, екеуміз бірге барайық. Үшеуін де қоршап алып, тең бөлісіп желік», дейді қасқыр. Оған аю көнбей, жүрексініп: «Жоқ, мен бармаймын, өзің ақ бара бер», дейді. Сол арада қасқыр жіп тауып алады да, бір ұшын аюдың мойнынан, бір ұшын өзінің мойнына байлайды да аюды зорлықпен ала жүреді. Аюды жетелеген қасқыр тарта қосқа жақындағанда лақ жүгіріп сыртқа шығып: «О, Қасеке, біз үшеуміз ол аюға тоймаймыз», деп айқайлайды. Бұл сөзді естіген аю бұрынғыдан да шошып, кері қарай қаша жөнеледі. Қасқыр жіпке буынып, қылқынып қалады. Бір жерге келгенде аю жіпті үзіп тастап кетеді. Із түсінен айырылып, әлсіреп жатқан қасқырға дала кезіп жүрген тағы бір қасқыр: «О, досым, неге құлап жатсың?» деп сұрайды. Бірден есін жиған қасқыр: «Неге құлаушы ем? Аюдың ақымақтылығынан өлгелі жатырмын. Мені аю сүйретіп кетті», деп басынан кешкен оқиғасын айтып береді. «Онда өзіміз-ақ барайық», деп айтады қалсыраған қасқыр. Сонымен екі қасқыр қосқа қайта барады. Бұларға қолдана шарасы таусылған бұзау, тоқты, лақ бәйтерекке шығып алады. Лақ бас жағына, тоқты орта тұсына, бұзау олардан төменірек орналасады. Бәйтеректің түбіне келген соң әлгі жолда қалсыраған қасқыр
Кел, екеуміз мына ағашты ырғайық. Аналар алма құсап жерге төгіліп түседі, деп ағаш астына келіп дайындалып тұрғанда бұзау отырған бұтақ сынып кетеді де жерге топ ете түседі. Содан сескеніп тұрған қасқырдың бел омыртқасы үзіліп кетіпті. Бұдан кейін аю қылқындырып кеткен қасқыр қорқып өз бетінен қаша жөнеледі. Сөйтіп бұзау, тоқты, лақ ажалдан аман қалыпты. Күзде ескі жұртына қайта көшіп келген иесі аман есен жайылып жүрген малын тауып алыпты. Достар, егер де бұл ертегі сендерге ұнаса, маған лайк басуды және арнама жазылуды ұмытпаңыздар.